Бауырсақ қазақтың ұлттық тағамдарының бірі. Бауырсақ әрбір қазақтың дастарханынан табылуы тиіс. Мен сіздерге өзімнің қолданып жүрген мәзірімді айтайын. Жарты кесе қант, жарты кесе сұйық май, кішкене ас қасық тұз және ашытқы, 2 жұмыртқа және жылы суды, ұнды өз мөлшеріңізбен қоссаңыздар болады. Дайын болған қамырды жайып алып кесеміз. Сосын қызып тұрған майға бауырсақтарды пісіріп аламыз. Баршаңызға сәлем. Біз бүгін әр жұма сайын әр қазақтың үйінде дайындалатын жеті шелпектің жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге ұн және де бір ыдысқа жылы су, сүт және де сұйық май құйып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бір ас қасық тұз салып тағы да араластырамыз. Дайын болған соң оны ұнға құйып илейміз. Көп керек емес маған сенен тек, ғашық болып қалдым саған кенеттей. Керек қасымда бол, әрекет бет, әрекет кет, бәрі бет берде, әрекет бетте, жерма істетті, бәрі бет берде, әрекет бетте, жерма. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ең оңай әрі дәмді оливия салатын жасаймыз. Бұл салатты жақсы көрмейтін адам жоқ шығар деп ойлаймын. Мен сіздерге өзім дайындайтын мәзірді көрсетпекшімін. Ең бірінші шұжықты 4 бұрыштылап турап аламыз. Содан кейін пісірілген жұмыртқаны 4 бұрыштылап турап аламыз. Өз қалауларыңызша сәбіз тураларыңызға болады. Мысалы, мен бір сәбіз алдым. Содан кейін картопты 4 бұрыштылап тураймыз. Менімен болғандарыңызға көп рахмет, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен шоколадный пирог жасайтын боламын. Ол үшін бізге сүт, қант, май, жарты стакан ұн, разрыхлитель және де какао және 3 жұмыртқа керек. Және май мен сүт бөлме температурасында болу керек. Бастамас бұрын қолымызды сабындап жуып аламыз. Ең алдымен мен 3 жұмыртқаны бірінші алып жарып, оны қантпен бірге араластырдым. Кайфовая погода, а потому что я тебя не видел полгода. Да, долго, знаю, это очень долго. Я так скучал по взгляду твоему родному. Прямиком в горы, прямо к тебе. Я расскажу, родная, как скучал я по тебе. И судьбе скажу огромное спасибо, что такую королеву мне подарила. Моя милая, время летит так быстро. Содан кейін бөлме температурасына тұрған сұйық майды қостым. Содан кейін жарты шай қасық разрыхлитель мен 2 қасық какао қостым. Және де барлығын дұрыстап тұрып араластырып шықтым. Сосын бөлме температурасында тұрған сүтті қосып араластырдым. Сосын 1 стакан ұнды осындай сепкіштен өткізіп араластырып тұрдым. Менде осындай тесті шықты. Дайын болған тестамызды ыдысына құймастан бұрын пешімізді қыздырып аламыз.
табылшы тапқасың тек өзіңе жарасар қылығың міне менің пирогым да дайын болды. Өте тез және де оңай пісіретін пирог, шоколадный пирог. Мен бұны 200 градуста жарты сағаттай пісірдім. сен салған әнді Қонақ келгенде өте тез пісіретін және дәмді пирог. Астарыңыз дәмді болсын. Менің бұл дайындағаным салат, яғни сәбіз салаты. Мен бұның құрамына сәбіз, шуа, сарымсақ, аскөк және де қылша мен аздаған дәмдендіргіштер қостым. Бұның жасалу жолы да құрамы да өте қарапайым болғанымен адам денсаулығына өте пайдалы. Себебі сәбіз бен қылшаның құрамында адам иммунитетіне керекті А, Д және де Е дәрумендері өте көп. Астарыңыз дәмді болсын. Сәлем, мен Гүзәл және біз бүгін Red Bull салат жасайтын боламыз. Ол үшін қиярды, қызанақты және де шұжықты 4 бұрышлап турап алып, үстінен консервідегі жүгеріні қосамыз. 3-4 қасық майонез салып, әдемілеп тұрып араластырайық. Өз қалауыңызша тұз қосуға болады және де үстінен қатқан нандарды қосамыз. Өте дәмді.